Алдар көсе 2010 жылы жарыққа шыққан қазақ анимациясын мақтанышы. Жарқын графика, тартымды сюжет, тәрбиелік мәні бар, бәрі де балалар мен ересектерге ұнады. Бірақ осы мейірімді кейіпкердің артында біз біле бермейтін қорқынышты және шынайы деректер бар екенін біреу білсе, біреу білмейді. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтанус арнасы. Ең бірінші арнаға жазылып лайк басып кетейік. Видео запись бойынша шықты, яғни ең көп дауыс жинаған Алдар көсе болды. Сол үшін осы видеоны түсіріп тұрмын. Сен де дауыс берген келсе арнаға жазыл. Достар, конкурс жасап жүрейік. Конкурс 1000 теңгеден болады. Болашақта жаңа видеолар шығады. Соған комментарий көп жаза беріңіз, достарыңызды шақырыңыз. Ең көп лайк жинаған адамға 1000 теңге сыйлыққа беріледі. Алдыңғы видеолар өте керемет шықты, сонда көріңіздер. Оны достар, өзіңізбен бірге шай алып, печенье алып, немесе бір тамақ пісіріп жіберіп, осы видеоны көріңіз. Өйткені бұл видео ең күшті видеолардың бірі шықты. Аяғында конкурста бір сөз айтылады. Аяғын ішін көріңіз. Онда бастайық. Мультфильмдегі жасырын дыбыстар. Зерттеушілердің айтуынша, Алдар көсе мультфильмнің кейбір серияларында фондық музыкамен бірге кері оқылған сөздер естілетін көрінеді. Аудионы баяу ойнатқанда көзімді аш, бәрі өтірік, тыңдап отыр деген секілді түсініксіз сыбырлар шығады. Мұны тек дыбысты арнайы өңдейтін бағдарламамен тыңдағанда ғана байқауға болады. Мұндай дыбыстар психикаға әсер етуі мүмкін, дейді кейбір дыбыс инженерлері. Жойылып кеткен бөлім. Алдар көсе мультфильмнің ресми нұсқасында 83 серия бар. Алайда бастапқыда 84 бөлім жоспарланған. Соңғы бөлімде Алдар көсе бейтаныс ауылға келіп, тылсым күшпен бетпе-бет келетін көрініс түсірілген дейді кейбір студия қызметкерлері. Бірақ түсірілмеген кейін сол бөлімді көрген бірінші адам түнде ұйықтай алмай, мазасыз күйге түсіпті. Кейбір балалар қорқыныштан сөйлей алмай қалған дейді. Осыдан кейін ол бөлім мүлде жойылып, ешқашан эфирге, яғни балапан арнасына шықпаған. Бұл бөлім жайлы студия ешқандай ресми мәлімдеме жасамаған. Дәл сол сияқты тағы бір серия шықты. Ол 24 серия. 24 серияда бір жын Алдар көсе болды. Оны кейінірек айтамын. Алдардың көлеңкесі неге тірі? Бірнеше эпизодта Алдардың көлеңкесі оның қимылдың қайталанбайтын байқаған жанкүйерлер бар. Яғни ол оңға жүрсе көлеңке солға кетеді. Ол күлсе көлеңке қимылдамайды. Бұл анимациялық қателік болуы мүмкін. Бірақ бұндай сәйкестік бірнеше бөлімде қайталануы кездейсоқтық емес шығар. Кейбір көрермендер бұл Алдардың бойында басқа күш бар деген теорияны алға тартады. Деген серияда Алдар көсенің алдынан аяқ астынан біртүрлі кейіпкер шығады. Түрі бұлыңғыр, үнемі көлеңкеде жүреді. Түрі түсі белгісіз, бірақ үнемі адамдары теріс жолға бағыттап, олардың аш көздігін өтірігін қоздырады. Ол ешқашан өз атымен айта алмайды, бірақ оның келбеті классикалық шайтан сипаттамасына ұқсайды. Сиқырмен айналысатын әрекеттер. Бір эпизодта Алдар ауыл адамдарынан бөлек жалғыз өзі бір үңгері тап болады. Сол жерде әлгі жұмбақ адам оған бай болғың келе ме, адамдарды алдай аласың ба деп сұрақ қояды. Бұл диалог кәдімгі шайтан адамды азығына ұқсайды. Ол Алдарды байлықпен, билікпен сынайды. Бірақ Алдар оған өкінбей, ақылмен әділдікті таңдайды. Яғни бұл көрініс шайтан мен адам арасындағы рухани шайқасты білдіреді деуге болады. Көп көрермен байқамайтын бір жайт. Осы жұмбақ кейіпкер шыққанда фон музыкасы өзгереді. Артқы дыбыстарда азап қобыз, сыбырлаған дауыс, теріс бағыттағы дыбыстық толқындар пайда болады. Бұл бейсаналылық қорқыныш туғызатын арнайы әдіс. Тіпті кей мамандардың айтуынша, бұл сахналарда жасырын дыбыстық кодтар бар. Оларды кері айналдырсан, байлық бәрінен биік, таңдау сен емес деген сөздер естілетін көрінеді. Бұл жерде сұрақ туады, неге балалар мультфильмде осындай кейіпкер қосылды? Кейбір пікірлер бойынша бұл қазақ мифологиясындағы жын шайтан бейнесін заманауи түрде көрсетуі.
яғни жас көрерменге жақсылық пен жамандықты көрсете отырып моральдық таңдау идеясын жеткізу. Бірақ теория жасаушылардың бір бөлігі бұл бейнені саналы түрде қорқыныш туғызу үшін қолданған деп есептейді. Себебі бұл кейіпкердің пайда болу сәттері дәл қараңғы, түнгі, тылсым атмосферада өтеді. Алдар Көсе қазақ ертегісінің ақылды әрі мейірімді кейіпкері. Бірақ мультфильмнің ішіндегі оған қарама-қарсы жұмбақ бейне шайтанның символдық бейнесі жасырылған сияқты. Бұл тек анимация ғана емес, терең, философиялық, рухани мағынасы бар сюжет. Кейде мультфильм ермек емес, адамның ішкі әлеміндегі жарық пен қараңғылықтың шайқасы. Достар, осылайша біздің видеомыз аяқталды. Арнаға жазып лайк басып кетіңіз. Конкурс туралы ұмытпаңыз. Красавчик!